Ханымдар, қайырлы кеш. Жаңа маған бір сообщение келіп жатыр, измена отношения туралы. Кішкене сол туралы ойымды айтқым келеді. Біріншіден, күйеуі онымен жатпайды екен. Екіншіден, ауру жұқтырған, женский. Не деп айтушы еді, венерический дей ма? Яғни күйеуінен ауру жұққан, жыныстық қатынастан. Үшіншіден, қол көтереді. Төртіншіден, басқа әйелмен ұстап алған үлкен. Одан кейін бесіншіден, бесінші не еді? Бір рет ажырасып, қайтадан қайтып келген. Еще ақшасын алып алады екен. Кішігірім ақшасы бар екен, соны алып алады екен. Енді осындай күйеуін көріп тұрып, күйеуінің осындай екен. Көп әйелдер өзін бракованный сезінеді. Я дұрыс бракованныйсыздар. Көп жерлерде. Давайте шындықты айтайық, бракованныйсыздар. Бірақ көптеріңіз бракованный қалай ойлайсыздар, білесіздер ме? Мен төсекте дұрыс емеспін, мен төсекте оған ұнамаймын деп көттеріңізбен алысасыздар. Извините за выражение, грубо айтып жатқаныма. Көтендеріңізбен алысасыздар. Қызыл көйлек кием, сексуальный бірдемке кием, қазір постельде буду вести себя как проститутка, сол кезде бәрі керемет болады деген сияқты ойлайсыздар, иә? Екінші, беттеріңізбен алысасыздар. Егер мен ұнатпай жатса, значит менің бетім дұрыс емес, бірдемкем дұрыс емес, анау емес, мынау емес деген сияқты. Үшінші, фигураларыңызбен алысасыздар, емшектеріңізбен алысасыздар. Менің емшегім ұнамайды, оған фигурам ұнамайды, бірдеңке болды. Осы үшеуі. Неге сіздер осы кезде өздеріңіздің самоценность, ішкі опораларыңыз туралы ойламайсыздар? Сізді вот көбісін осылай тряпка қылып унижать етіп жатыр, ал сіздер до конца продолжаете сол адамға ештеңке айтпай, үндемей сол адамның дальше көңілінен шығуға тырысасыздар. Сізді уже кешірім сұрайын бар ғой, мен қатты айтатын психологпын, ренжімеңіздер. Есіктен кірген кезде ковриктар жатады ғой қазіргі күнде. Бұрынғыда пол жуған тряпканы қойып қоятынбыз. Қазіргі күнде кірген кезде коврик қойып қоямыз, иә? Сол коврик сияқты жатырсыздар уже, болды. Просто уже аяғыңды сүрт те кіре бер. Вот сіздер ойлайсыздар, мен деген әйелмін, күйеуімді сыйлау деген, міне мен осындай коврик болып, маған бәрін жасасын, яғни аяғын сүртіп кете берсін маған деген ойларыңыз бар да көптеріңіздің. И как? Просто өздеріңіз ойлаңызшы, қалай осылай болуға болады? Қалай осының бәрін шыдауға болады? Еще соған сылтау тауып аласыздар. Ой, мен отбасымды қорғағым келеді. Ой, менің балаларым әкесіз өспесін. Сұрақ қоясың да, ал қалай әкесі ретінде вообще үлес қосып жатыр ма? Сіздердің вообще балаңызға үлесін қосып жатыр ма? Көбісі еще ондай үлесін қоспайды. Балаларының вообще әкесі бар екен, балалар примерно білмейді да, кешке жақын келген кезде көреді, әйтеуір таңертең көзін ашқан кезде папасы жүрген көреді үйде, болды. Мен әкесіз өспесін балам деп ойлаймын дейді да. И бұл жерде айтқым келеді, балаға бақытты отбасы керек. И мынандай тәкаппарлық, көп әйелдерде мынандай тәкаппарлық бар, егер мен ажырасып кетсем, мен балам отбасысыз өтеді деп. Как будто ажырасып кеткен әйелдердің бәрі жаңағы өзінің балаларына нормально тәрбие бере алмайтын сияқты айтады да. Әрине отбасымен өскен дұрыс. Бірақ та сіздің балаңыз бақытсыз отырған, күнделікті жас емес көзіне қан ағып отырған анасын көрген кезде, жертва анасын көрген кезде, ертең қандай состояниеда болып өседі дейсіз ол бала? Еще сіздер осындай жертва аналар ертең айтасыздар, мен сен үшін қалдым осы отбасында, білесіз ме? Сен үшін балам, сенің әкең болсын деп. Әйтпесе мен ажырасып кетер едім деген сияқты балаларыңызды кінәлайсыздар, білесіздер ме? И бала өмір бақи или әйел алудан қорқатын болады, отбасын құрудан қорқатын болады, или өмір бақи анам маған өмірін арнады, енді мен анам үшін өмірін арнайын деп сіздің қасыңыздан шықпай өзінің өмірін құрмайтын болады. Сіздер оны көптеріңіз ойламайсыздар, мен балам үшін осы отбасында қалып отырмын деп отырасыздар, жертва болып. Одан кейін дальше ойымды ұмытып қалдым, не айтатынымды. В общем, бұл жерде не бар? Ертең екінші рет жаңағы ажырасудан қорқасыздар, одан кейін ажырасып кетсем ел жұрт мені не дейді деп өздеріңізді жаңағы білмеймін, бір звезда сияқты бүткіл туыстарыңыз сізді айтады деп ойлайсыз ба? Жарайды, ажыраспай қойыңыздар. Мен сіздерге ажырасыңыз деп жатқан жоқпын бұл жерде. Примерно айтып жатырмын, иә? Но сіздер осының бәрін көріп тұрып, сіздер қалай өздеріңіздің ауыздарыңызды ашып айтпайсыздар? Егер айтатын болсаңыздар, сізге все равно ештеңке жасамайтын болса, что вы хотите вообще? Өзгергісі келмейтін еркектің жанында сіз әбден жүріңіз, құндылығыңыз жоғалып қалды. Что вы хотите ол жерде? Почему сізде бір иллюзия бар, что сіз еркегіңізді өзгерте аласыз каким-то образом? Сіздер өздеріңіз тряпка болып жаңағы кіреберісте жатқан коврик болып жатып, сіздер қалай өзіңізге қаратқыңыз келеді, қандай еркек жерде жатқан коврикті жақсы көреді, айтыңызшы. Настолько өздеріңіздің самооценкаларыңыз төмен, ішкі опораларыңыз жоқ, потому что елдің сөзінен қорқасыздар, ұят сезімі бар, кет қалсам жалғыздықтан қорқасыздар, ертең өз-өзімді асырай алмай, мен ешкім емеспін деп жабысасыздар. Осындай әрекеттеріңізбен өз-өздеріңізді түсіріп жатқандарыңызды көптеріңіз білмейсіздер. Просто білмейсіздер. А потом еще хотите, чтобы сіздерге бүйтіп жоғарылатып, сіздерге сертификат беріп, жаным ау, сен менің алтынымсың, кереметімсің деп айтатын. Я ондай еркектер бар, действительно, жаңағы өздерінің саналары бар, действительно жаңағы мейірімді бола алатын, өзінің әйеліне мейірімді бола алатын еркектер бар, но олардың саны өте аз. Көп еркектерді сіздер бұндай өздеріңіздің жаңағы покладистай болып, білмеймін, жаңағы жерге жатып, болды, делай, что хочешь со мной деп жатқаннан, сіздер никак оның алдында құнды болмайсыздар. Сондықтан, пожалуйста, сексологқа барып, сол жерде қызыл көйлек киіп ал, сосын түнде күйеуіңе стриптиз билеп бер деген темадан кетіңіздерші. Я, ол керек, ол негізі керек. Ол бірақ та бірінші тема емес. Егер ол прям керемет өмірде керек болып жатса, каждыңыздың күйеуіңіз сізді тастап, извините за выражение, неше түрлі қаңғып жүрген, соның бәрін білетін әйелдерді алып алар еді. Не үшін сіздерді алады? Не үшін сіздерді алады? Не үшін сол жолда жүрген қыздарды, который все это знает, беті-бет, көтені көт болыпты, бәрі көрініп тұрған қыздарды неге алмайды олар?
Потому что ол қатты отбасы үшін, иә, ол важно, бірақ сонымен бірге өзіңіздің құндылығыңызда, самоценностіңізда важно. Сіздер бла-бла-бла-бла деп ауызбенен, сен маған үйте алмайсың, бүйте алмайсың дегеннен, сіз күйеуіңіздің алдында ешқашанда сыйлы болмайсыз. Почему? Потому что сіз ішіңізде білесіз, что сіз сыйлы емес екеніңізді. Сондықтан давайте кішкене өздеріңіздің самооценкаларыңызбен жұмыс істеңіздерші.